Сәлем, менің YouTube оқырмандарым. Мен бүгін табиғи кальцийді қалай жасап алғанымды көрсетемін. Ол үшін бізге 15 жұмыртқаның қабығы керек болады. 15 жұмыртқаның қабығын жылы суға жақсылап жуып алғаннан соң, оны тапаға салып, кептіріп аламыз. Енді оны кофемолкаға салып, толтырып салып, енді оны жақсылап кофемолкада майдалап, ұн етіп аламыз. Егер де сіз менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, видеома лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Ол мен үшін өте маңызды. Кофемолканың қақпағын ашып, оның ішін толтырып, енді оны өте жылдамдықпенен майдалап аламыз. Міне мынандай кофеден босаған ыдыстың ішін құрғатып, сүртіп алғаннан соң, одан кейін жаңағы ұнтақ болған кальцийді салып, ыдыс қақпағын жауып қоямыз. Міне 50 грамдай шамасында табиғи кальций болды. Енді үлкендеу бананды алып, қабығынан аршып, оны турап блендерге саламыз. 2 дана мандаринді де қабығынан аршып, сүйектерінен тазартып алған соң, оны бөлік-бөліктерге бөліп, блендерге саламыз. Енді бір үлкен қызыл алманы ұсақтап турап, оны да блендерге қосамыз. Енді осы қоспамызға 1 лимонды 2-ге бөлгеннен соң, сол жартысын турап саламыз. Менің осы қазақша видеома қолдау көрсетіп жіберсеңіздер. Бір бүтін лимонның қабығын аршып, онан соң 2-ге бөліп, сүйектерінен ажыратып, оны ұсақтап тураған соң, блендерге салып, осы қоймалжыңымызға қосамыз. Дәмі кереметтей болып шығады. Және де енді оны даяр болған қоспаны осы қоспамызға 200 мл таза су қосып, стаканға құямыз. Енді осы стакандағы қоспамызға жаңағы табиғи жұмыртқаның қабығынан жасаған кальцийден жарты ас қасықтан қосамыз. Оны жақсылап араластырып, алған соң, оны аш қарынға күніне 1 рет ішу керек. Енді Алла шипасын берсін, осындай кальцийімізді көбейту үшін жасап ішіңіздер. Ас болсын.